Күй қазақтың жаны, оның рухы мен тарихы. Жанның тереңдігі, табиғаттың үндестігі. Қазақ әдебиетінің ұлы ақыны Ілияс Жансүгіровтің Күйші поэмасында қазақтың ұлы өнері, күйдің құдіреті суреттеледі. Бұл поэма қазақтың ұлы өнері, күйдің ғажайып құдіретін бейнелейтін көркем туынды. Поэмада есімі белгісіз дарынды күйшінің тағдыры баяндалады. Ол өнерімен тыңдаушысын ғана баурап емес, тіпті табиғаттың өзін тебірентетін шебер күйші. Бір күні оның күйі ханның қызына ерекше әсер етіп, оны терең сезімге бөлейді. Бірақ әр таланттың тағдыры ауыр. Поэма тек күйдің күші мен сұлулығын ғана емес, өнер адамының қиын тағдырын да көрсетеді. Ілияс жырға қосқан бұл күйшіде ұлы күйшілердей қырдағы қоян мен құланға құлақ тіктіріп, жолбарысты ыңыратады. Қос ішектің үстінде сорғалаған саусақтары зарлы күй, ащы күй, тәтті күйдің бәрін төгеді. Хан ордасына келгенде дейін басы азат, бойы бостандықта еді. Ханша сұрады, хан берді. Солқылдатып күй төгіп шалқып отырған күйші әп-сәтте басы байлаулы, қолы матаулы құлға айналып шыға келеді. Бірақ күйші мен Қарашаш ханша ордасында оңаша күй тербелісіне ауысқанда күйші 90 күйдің 9 тартыста есіне түсіре алмай қиналады. Күйші тек бір күй тарта береді. Бас еркіндігінен айырылғаны есте жоқ күйші енді қызға көңілі құлай күй төгуді шығарады. Өн мен түстің арасында жүрген ынтызарлықтың шүнетіне түскен күйші Қарашаш ханшаның арыстандай ақырған ашулы үні көтерілгенде есін кенет жияды. Ханшаның ордасын түн ораған байдың есер ұлын жазалағанын көріп, өмірі қылыш сермеп, жауда кіріп көрмеген, тек домбырасын құшақтап бейкүнә, бейбіт жүрген күйші домбыраның құлағында тәтті күйдің ырғағына түсе алмайды. Сезімнің буына түсіп басындағы бұғауды ұмыт қалдырған ол, еркіндік үшін шын күресті енді бастайды. Хан, төренің заманында Қараша халықтың бас еркіндігі болатын ба еді? Дәуірдің желі қалай соқса да, бұл жерде кенені жамандау, ханшаны кемсіту емес, ұлы өнер арқылы басына бостандық сұраған, еркіндікке ұмтылған, азаттыққа деген шексіз іңкәрлікті ақын басты мақсат ете жырлаған. Ілияс Жансүгіровтің Күйші поэмасы күй құдіреті мен адам рухының терең байланысын суреттеген мәңгілік туынды. Бұл шығармада үнсіз шертілген әрбір күй бір халықтың үні, жүрек сыры.